Қыздар сәлем, каналға қош келдіңіздер. Қыздар, бұл тағам өте дәмді, сочный, жүп-жұмсақ, әрі сүйкімді тағам. Ресторандарда, тойларда ылғи осы тағамды береді, как первое блюдо. Бірақ әрбір ресторан өз атауымен атайды. Біздің фирменное блюдамыз деп. Сондықтан да мен бұл тағамның атын өз атыммен атадым, Карлуша деп. Ал сіз өзіңіздің фирменное блюдо деп қонақтардың алдына қойсаңыз болады. Бұған не керек? Бұған ет керек. Менде 1,5 килограмм ет, содан кейін картоф керек, пияз керек, сәбіз керек, жұмыртқа керек, тұз, бұрыш, ұн және паприка керек. Паприка қыздар ана картопты маринаттау үшін. Ең алдымен етті мінекей әдеттегіден үлкендеу етіп тураймыз. Үлкен етіп тураймыз қыздар. Қыздар, бір пиязбен бір сәбізді алып қалыңыздар. Содан кейін көресіздер не үшін екенін. Мінекей, тура осылай етті турап алдым. Әдеттегіден үлкендеу етіп. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер, е? Одан кейін енді картопымызды турайық. Барлығын бір размерден тураймыз, қыздар. Бірдей. Барлығы етпен бірдей болсын. Мейлі картоп, мейлі сәбіз, мейлі пияз, барлығы бір размерде. Мінекей өстіп. Ең алдымен барлығын турап алайын. Одан кейін пісіру оңай болады. Енді пиязымыз осылай 4-ке немесе 8-ге бөліңіз. Үлкен етіп тураңыз. Бұл сірне емес, сірнеге ұқсайды. Сірне деген ол тоқтының етінен дайындалады. Ал мынау торпақты сиырдың етінен. Мінекей, сәбізімізді тураймыз. Өте дәмді тағам, қыздар. Барлығын турап болдым. Енді картопымды маринаттайын. Тұзды септім. Паприка салдым. Қыздар, керемет дәмді болады. Бұл духовкаға пісады. Піскен кезде мұна паприканың иісі керемет, тамаша болады. Әрі кішкене түсім береді, қызғылт цвет береді. Кішкене май құямыз. Енді осыны жақсылап тұрып, араластырып, бірден духовкаға салып жіберсеңіз де болады. Мінекей, өстіп қоя тұрайын. Мен бірінші етімді салып алайын, онан кейін салам духовкаға. Енді, міне, қазанға май құйып, кішкене қыздырдым. Май шамамен бір 100-150 грамм болды. Енді қызғаннан кейін етімді салдым. Бірден тұздамаймыз, қыздар, бірден тұздамаймыз. Қайнағаннан кейін бірақ тұздаймыз. Бірден тұздап жіберсеңіздер, ыстық майға түскен кезде сіздің етіңіз, еттің талшықтары кеуіп, кішірейіп, қатайып қалады. Сондықтан да тұз салмаймыз. Менікі негізінен соғымның еті болғандықтан кішкене сүрленіп қалды. Свежий ет болса тіптен жақсы. Свежий ет болса, сіз онда су құймайсыз. Мен шамамен бір жарты кеседей су құйып жібердім, өйткені бұл сүрленген ет. Өзінің соғы көп шықпайды, сондықтан. Енді жаңағы қазанымның астын ақырынға қойдым да бетін жауып тастадым. Бұғып ақырын піседі. Ал мына картопымды мен духовкаға салып 180 градусқа қоя салдым. Піскенін өзіңіз көріңіз, қыздар, бүйтіп вилкамен басып, е? Өйткені әр духовка әртүрлі ғой. Мінекей, мынандай болып менің етім қайнап жатыр. Мінекей, тұзыменен бұрышын салдым. Тағы да араластырып бетін жауып қоямын. Қыздар, отымыз өте аз мөлшерде болсын. Газдың астын жауып қойыңыздар кішкене. Кішкене ғана, сығырайып ғана. Ақырын бұлқылдап қайнасын. Енді бір ыдысқа жарты кесе су, тұздалған су, содан кейін бір жұмыртқамды құйдымдағы. Жақсылап тұрып бірінші араластырып алдым. Енді қамыр илеу процесі, қыздар. Қамыр илеу процесі.
Қыздар, жаңағы етім бар ғой, егер де сіздер көп қылып істесеңіздер, жаңағы қазан ет міндетті түрде суы көп болуы керек емес. Араластырып отырасыздар. Мінекей, қамырымды иледім. Столдың үстіне түсіріп алып, тағы илеймін. Қатайсын қамыр. Әптен қатайғаны дұрыс. Кішкене тындырып қойғаннан кейін бір 5-10 минуттан кейін тағы бір рет илеп жібересіздер, қыздар. Басып жібересіздер қамырды тағы да. Мінекей, қатты қамырым пайда болды. Енді оны тағы тындырып қойдым. Міне менің етімде пісіп қалды. Сорпасы азайды, көрдіңіздер ғой. Енді бұның үстіне мен сәбізді салып жіберемін. Жартылай пісті етім, енді сәбізді саламын. Тағы да қақпағын жауып, газым сол ақырын қалпында тұр әлі. Енді мінекей, жаңа мен сәбізді айттым ғой, алып қалыңыздар деп. Бұны терканың ең ұсақ теркадан өткізіңіздер, қыздар. Бір сәбізді. Бір пиязды терканың ең үлкенінен өткізіңіздер. Бұл жаңағы розочка болды ғой жаңа бетінде. Сол розочканың ішіне салуға. Енді бұның соғын қолымызбен сығып алып тастайық, қыздар. Мінекей, шамамыз келгенше. Өте оңай, қыздар, өте оңай. Әрі керемет дәмді, сүйкімді. Мінекей, соғын алып тастадым. Енді кішкене ажыратып жіберемін дағы, сәл-пәл тұз қосып жіберемін. Тұз сеуіп жіберемін, кішкене ғана. Сеппесеңіз, сеппей-ақ қойыңыз. Өйткені сіздің жаңағы қамырыңызда сулы, тұзды суға иленген ғой. Мінекей, қамырым дайын тұр. Енді мен бұны жаямын. Қамыр жаю процесі басталды. Сірнеге ұқсайды. Бірақ сірненің картобы кішкене басқашалау болады. Сірненің картобы кішкентай дөңгелек болады да, оны майға бауырсақ сияқты қуырып алады бірінші. Ал мынау осындай тағам, сірнеге ұқсайтын. Мінекей, осылай етіп кесіп аламыз. Сәл-пәл бармақтай етіп, немесе бармақтан қысқарақ болсын. Сондай етіп кесеміз, қыздар. Ана несі? Немен деп айтсам. Сондай етіп кесіп аламыз қамырымызды. Мінекей, қамырымыз дайын. Енді қамырдың үстіне сұйық майды жақтымдағы, ол түспей қалыпты. Оның үстіне мына морковымды, сәбізімді осылай жайып шықтым. Жайып шықтымдағы, оны ұзыннан бір бүктөдім. Бүктөгеннен кейін, бүктөлген жағына тағы да сұйық май жақтым. Әйтпесе жабысып қалады ғой. Енді шетіне осылай сәбізден кішкене қойдымдағы, осылай айналдырдым. Сонда бұл розочка дейді, бұны ресторандарда біз розочка дейміз. Осындай розочка өстіп шетін кішкене ашып жібереміз. Міне осылай. Бұны мантаварканың табағын майлап, соған қоямыз. Бір 10-15 шақты шықты. Мінекей біздің сәбізіміз де пісті, етіміз де пісті, суының бәрі тартылды, етіміз майға қуырылып, кішкене қызарды, қыздар. Енді барып, пиязымызды саламыз. Пиязымызды салып, араластырып жібереміз дағы. Мұна пиязымыз кішкене жұмсарып өлсін. Енді өлсін деген, жұмсарсын. Пиязымыз. Жұп-жұмсақ болады, сол кезде өзі ажырайды. Мінекей, бір қолымда телефон болғандықтан маған кішкене араластыру кішкене қиындау болып тұр. Енді бұның да қақпағын жоқ, газдың астына тиіспейміз. Әлі сол ақырын қалпында тұрсын. Тамағымыз уже дайын болды біздің. Бағанағы картобымызды алып, тарелкаға салдық, табаққа. Қыздар, картоп керемет дәмді болды.
шет-шеті беткі пленкасы міне осындай болып сарғайып, золотистого цвета дейді ғой орыстар. Сондай болып, керемет дәмді болып қуырылып шықты. Енді етіміз де жүмсақ болып пісті, қыздар. Ана пиязды кішкене мен азырақ ұстап қойдым, сәл-пәл тұрғанда да болады екен. Мінекей, жүмсақ, өте дәмді болып пісті. Свежий ет болса тіптен жақсы болады. Мына сүрленген етке қарағанда. Сүрленген етпен де жақсы. Мінекей, осындай болып шықты. Енді розочкамыз қалды. Мен 6 розочка саламын жан-жағының бәрінен. Қыздар, міне розочкасын қойып, зеленін сеуіп, жеуді ұмытып кетіп жүрмеңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды. Пока! Қыздар, пока!